Бәріңе қайырлы күн ағайындар, сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге онлайн торговля жасайтын болам. Сол онлайн торговляда өткен сабақтардың барлығын қолданатын боламыз. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Ал ағайындар, жаңағында айтып өткендей онлайн торговля жасаймыз, бірақ біз бұл жерде демо счетпен ойнаймыз. Не үшін? Өйткені менде қазір шамалы финанс жағынан қиыншылық болып тұр. Сол үшін хваткамды жоғалтып алмас үшін, опытымды немнің бәрін жоғалтып алмас үшін сіздерге онлайн виртуальный ақшамен көрсеткім келіп отыр сіздерге. Мына жерде қараңыздар, әдемі ситуация орындалған. Мына жерде уровень сопротивления бар. Мына уровень сопротивлениеге келгенде откат жасайды қазір. Бұл откаттың бірінші түрі, мына қараңыздар. Мына жерде кішігірім қостау орындалып тұрды. Көрдіңіздер ме? Қостау орындалып тұр. Мына уровень сопротивления мына жерде. Осы жерден қазір. Мына жерде үшіншіден қараңыздар. Балға төңкерілген балға орындалып тұр екеуі. Бұл бізге нені айтып тұр? Бізге уже жақын арада трендтің ауысуы, трендтің бағытын ауысуы да. Уровень сопротивлениені қақтан тапты деп ойласаңыздар, мына қараңыздар, уровень сопротивления. Көріп тұрсыздар. Мына мысал уровень сопротивления болса, міне бір тигенде көтеріліп кеткен, міне. Тиіп қашып кете бергенде бізде сатып алушылар, мына жерде сатып алушылардың рөлі қатты ойнаған, мына жерде сатушылардың рөлі қатты ойнаған, көрдіңіздер ме? Осыдан мен уровень сопротивлениені шығарып алдым. Мына жерде 15 минуттың ішінде қараңыздар. Мына жерде тағы не орындалып тұр? Төңкерілген балға. Бұның бәрі бізге жаңағы не? Көмек. Қазір қараңыздар. Енді қалай аламыз қараңыздар. Мен мына жерге қарайым. Мына жерде тоже қарайым. Көрдіңіздер ме? Кеткен сразу откат жасаған. Мына жерде бірақ ойнап отыр. Время экспирацияны қалай алу керектігін қазір үйрететін болам. Мына жерде төңкерілген балға орындалып тұр. Мұнаның 3 минутын аламыз. 3 минутын алып болғаннан кейін келесі 5 минут бар ғой, мына жерде орындалатын 5 минуттық, соған қосамыз. Екеуін қоссаң 8 минут болады. Міне алдық. Енді күтеміз. Мына ағайын тағы да түсіндіріп өтіп кетейін. Уровень сопротивлениені мен мына жерден таптым. Міне, уровень сопротивлениеге келгенде откат жасаған. Уровень сопротивлениеге келгенде көтеріп тастаған. Міне, уровень сопротивлениеге келген көтеріп тастаған. Көрдіңіздер ме? Міне, уровень сопротивлениеге келгенде көтеріп тастаған. Көрдіңіздер ме? Осыдан мен уровень сопротивлениені шығарып алдым. Осы жерден. Енді осы уровень сопротивлениенің бойында мына жерде кішігірім төңкерілген қостау орындалып тұр. Үшіншіден балға паттерн орындалып тұр. Бір емес, екеуі орындалып тұр. Бізге бұның бәрі не да? Көмек. Бізге сигнал бұның бәрі. 80% сигналды. 20% уже рынокқа байланысты өзін қалай көрсететін. Енді қараймыз, күтеміз. Не болатын? Тағы не айта кетеміз сіздерге? Осы айтатын. Алдыңғы сабақтарда осының бәрін түсіндірген болатын. Бұның бәрін технический анализ деп атайды. Осы технический анализді мені көрсетіп отырмын алдыңғы сабақтарымнан. Бұл жерде уровендерді қолданып отырық. Екіншіден паттерндарды қолданып отырық. Үшіншіден фигураларды қолданып отырық. Осының бәрі менің каналымда сабақтарым бар. Сол жерден көріп өтсеңіздер болады. Мына ставканы енді бітірейік.
Міне көріп отқандарыңыздай біздің алған саудамыз өз мәресіне жетті. Міне өзінің пайдасын алып келді. Енді бұл жерде біз дальше кірмейміз. Не үшін? Өйткені бұл соңғы секундтарда қараңыздар қандай паттерн орындалған. Бізде соңғы секундтарда стрекоза паттерны орындалды. Алдыңғы сабақта айтып өткендей көрдіңіздер. Міне көлеңкесі қандай екен. Бұл бізге уже ненің ары қарай может сопротивлениені бұзып өтіп шығып кетуі мүмкін да. Сол үшін бұған кірмейміз. Енді келесі ситуацияны іздейміз. Міне бірінші валютаға кірген кезде міне 15 минутты ашамын. 15 минуттықты ашып болған кезде мен міндетті түрде уровень сопротивлениеге қараймын и уровень поддержкаға қараймын. Уровень сопротивления бізде міне жоғарыда тұр. Мына жерде локальный уровеньдерге мен ешқашан сенбеймін. Не үшін? Өйткені олар любой момент, любой жерде бұзылып шығып кетуі мүмкін да одан. Сол үшін мен оларға көп сене бермеймін. Бұл бізге керек ситуация болмағаннан кейін мен бұны алмаймын. Келесі ситуация. 15 минутқа кірдім. Мына жерде өсіп келе жатқан тренд болғаннан кейін мына жерде еще уровень сопротивления бар. Міне көріп тұрсыздар. Жақсы ойнаған. Мына жерде откат болған, мына жерде откат болған, мына жерде откат болған. Енді мына жерде откат болады деп айтамаймын. 1 сағаттық таймфреймді ашқан кезде, мысалы не көреміз біз мына жерде? Мына жерде біз төңкерілген қосты көріп тұрық. Бірақ бұл бізге сигнал емес та, жоғары қарай кетеді деген. Жоғары қарай кетеді деген сигнал емес. Міне паттерндардың өзін қарасаңыз, міне мына паттернды көріп тұрсыздар ма? Уже жаңа уровень сопротивлениеге реакция жүріп жатыр да соған. Міне мына жерде бір жүрген поглощение орындалған. Сол үшін бұл ситуацияға мен кірмеймін. 15 минут ашамын да келесі ситуацияны іздеймін. Мына жерде 1 сағаттық таймфреймді ашатын болсақ, егерде паттерн поглощение орындалған, бізде енді мына жерде кіретін заход көріп тұрған жоқ. Не үшін? Өйткені бұл жерде мен ештеңе көріп тұрған жоқпын. Уровень сопротивления, уровень поддержканы да көріп тұрған жоқпын. Сол үшін бұны өткізіп жібереміз. Он 15 минуттық таймфреймді ашқан кезде міне көрдіңіздер ме? Қазір дәл көздеріңіздің алдарыңызда 70%-ке доходымыз құлап кетті. Сол үшін бұны өткізіп тастаймыз. Басқасын іздейміз. Әрқашанда 80%-пен торговля жасаймыз. Мына жерде горизонтальный линия деген бар. Бұл линиялармен уровень сопротивления, уровень поддержканы қойып алсаңыздар болады, өздеріңізге ыңғайлы қылып. Мен осы жерде уровень поддержка болып тұр. Қазір бұған мына кезде уровень сопротивления болған. Бұны бұзып шыққанда уровень поддержка болған. Бұл уровень поддержкаде бізде қандай реакция бар? Міне откат болған. 5 минуттық таймфреймді ашқан болсақ, бірақ бұл жерде мысалға 15 минуттық ашқан кезде көрдік. Қараңыздар, міне импульсивный движение дейді да бұны. Импульстық қозғалыспен қараңыздар, міне төмен қарай. Бұл бізге уже трендтің ауысуы немесе қазір уровень поддержка жақын арада бұзылатын айтып тұр бізге. 5 минуттық таймфреймді ашқан кезде бұл жерде енді бізде краткосрочный тренд болу керек. Бірақ тренд емес. Мына жерде мысалы қарасаңыздар, міне бірінші иығы, міне басы, мына жерде енді екінші иығы құра алмайды. Не үшін? Өйткені бұл қазір мен сіздерге көрсетіп өте салайын. Міне бірінші иығы, басы, екінші иығы мына жерде біткен. Бізге екінші иығы мына жерден біту керек та, міне көрдіңіздер ме? Екінші иығы осы жерден біту керек. Мына жерден біткеннен кейін біз бұл фигураны санамаймыз. Сол үшін басқа ситуация іздейміз. Мына бір ситуацияны қарап өтейік. Мына жерде уровень сопротивлениесі көрініп тұр. Мына жерден алуға болады уровень сопротивления деп.
егерде мына бетке өтетін болсақ, уровень сопротивления даже мына жерден қоюға болады. Уровень сопротивления мені көрдіңіздер ме? Уровень сопротивлениені қалай іздеп отқанымды. Уровень сопротивления мына жерде. Уровень қай жерде болады? Уровень скопление болған жерде болады. Мына жерде скопление болған, мені көрдіңіздер. Осы скопленияның бойында уровень пайда бола бастаған. Енді біз не істейміз? Мына жерде үлкен таймфреймді мысалы қарасаңыздар, төңкерілген қостау орындалып келе жатыр. Егерде 5 минуттық, міне 15 минуттық таймфреймнің ішінде мысалы қараңыздар, төңкерілген балға біреу емес екеуі орындалып тұр. Міне кәдімгі балғаның өзі орындалып тұр. Егерде қазір мына паттерн кәдімгі балғаның рөлін ойнап беретін болса, значит қазір тренд ары қарай жалғасады деген сөз. Осыны қазір аңдаймыз. Егер 5 минуттық таймфреймді ашатын болсақ, қазір біз не байқаймыз? Мына жерден импульсивный движениелер бар. Мына жерде жоғары қарай әрқайсысы әр жасыл паттерн поглощениемен орындалып отыр да. Міне бұл обязательно міне уровень сопротивлениенің бойында орындалып тұр. Егер бұл жерден алмаймыз, не үшін? Өйткені қазір коррекция жүруі мүмкін. Қай жерге дейін? Мына жерге дейін жүруі мүмкін. Осыны қазір қараймыз. Егер осы жерге жеткен жағдайда аламыз. Время экспирацияны қалай аламыз? Міне уровень сопротивлениеге келген кезде міне 1, 2, 3, үшінші паттернда жоғары қарай шығып кеткен. Осы 3 паттернды есептейміз осы жерге келген кезде. Түсіндіңіздер ғой? Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қазір қараймыз. Егер бұны жалпы негізі Макдональдс несін бүйтіп избранныйға сақтап қоя салсақ болады. Сосын келесін іздей береміз. Міне екінші ситуация Starbucks-тың несі акциялары. Міне қараңыздар. Бұл жерден біз біріншіден не байқап тұрмын? Мен 1 сағаттық таймфреймді мысалы алыстататын болсақ, мына жерде мен біріншіден уровень байқап тұрмын. Міне уровень сопротивления, мына жерде скопление болған, көріп тұрсыздар, міне екі ортада. Осы ненің бойында, осы жаңағы скопленияның бойында бұл жерде төңкерілген қостау орындалып тұр. Бұл біріншіден. Екінші тренд. Жалпы тренд қайға кетіп баратыр? Көріп тұрсыздар, жоғары қарай ұмтылып баратыр. Тренд жоғары қарай ұмтылып баратыр. Міне 1 сағаттық таймфреймді жаңағы Starbucks-тың компаниясының акциялары. Егерде мысалға, егер қазір мына паттерн, уверенный паттерн орындалатын болса, уверенный паттерн қандай? Басынсыз, сосын көлеңкесіз. Мына жерде көлеңкесіз денені ғана құрап осылай бітетін болса, мен келесі паттернның өмірінің соңына дейін кіретін болам. Не үшін? Бұл бізге уже сигнал да. Жаңа мына жерде бізде енді кішігірім уровень, локальный уровень сопротивления бар, соны бұзып шығады деген бізге сигнал. Ал енді бұл бітем дегенше енді басқа валюталарды қарай берейік. Міне ГВП кат валюталардың ішінде қараңыздар. Міне бұл жерде мен қалай тігерем қазір данный моментта, бірақ бұл жерде біріншіден қараңыздар, жалпы тренд жоғары қарай болғаннан кейін 1 сағаттың ішінде бұл жерде кішігірім қостау орындалып тұр. Бірақ бұған қарама қайшы мынаны қараңыздар. Бұл қазір
қостаудың заңдылығы патрондар төмен қарай кету керек қой, бірақ мынаны қараңыздар. Бір балға, екінші балға, үшінші балға, осының бәрі бізге не айтып тұр? Бізге қазір уровень сопротивления жақын арада бұзылуы мүмкін. Бізге соны айтып тұр. Қостаумен осы балға патроны бір-бірімен конфликт жасағаннан кейін мен уже бұл ситуацияға кірмеймін. Бұл менің ситуациям емес. Осыны есте сақтап алыңыздар. Бұл менің ситуациям емес. Мен бұдан шығып кетемін, и все, болды. Бұған қайтып келмеймін мен. Бұны қарастырмаймын да. Starbucks'тың компаниясын бір көріп жіберейік. Не болып жатқан? Төңкерілген балға орындалайын деп тұр бұл жерде де. Сол үшін Starbucks'ты өткізіп жібереміз. Мына жерде Макдональдстың несі акциялар қалай болып жатыр? Көрдіңіздер ме? Мынау кәдімгі балға қандай гэппен орындалып тұр. Бізге бұл қазір енді бұл жерде енді патрон поглощения орындалып тұр. Сол үшін бұл ситуацияны қараймаймыз. Өйткені бір-біріне конфликт жасап тұр бұлар. Келесі ситуацияларды іздейміз. Мына ағайындар, аутсершефқа келдім. Осы жерде міне өздеріңіз көргендей, мына жерде уровень сопротивлениені байқауға болады, бірақ бұл жерде мен не үшін кірмеймін? Біріншіден қараңыздар, тренд қалай, жалпы тренд қалай кетіп бара жатқан. Бұл жерде жалпы тренд жоғары қарай кетіп бара жатыр. Көріп тұрсыздар. Сол үшін мына жерде уровень сопротивления болса, осы жерде жалпы тренд жоғары қарай болғаннан кейін мына жерден любой момент пробой болуы мүмкін. Откат жасамай бірден пробой болуы мүмкін. Сол үшін мен бұл жерде кірмеймін. Енді басқа ситуация іздейміз. Қараңыздар, мына жерде уровень сопротивления бар. Ол уровень сопротивлениені мен қалай байқадым, тағы да айтып өтем. Уровень сопротивлениені, міне уровень сопротивлениеге келген сразу откат, келген сразу откат, келген сразу откат. Міне тағы бір келген сразу откат, и после этого мына жерде ложный пробой болған, осыдан кейін истинный пробой болған. Осы истинный пробойдан кейін уже мына жерде уровень сопротивления болып тұр. Міне осы жерде қараңыздар. Реттеп алайын. Міне уровень сопротивлениенің бойында міне былай келгенде міне 5 минуттық таймфреймді ашатын болсақ, бұл жерде қостаудың өзі орындалып тұр бұл жерде. Міне қараңыздар. Міне осы қазір төмен қарай кетеді деп алатын болам. Бұл жерде көріп тұрсыздар, міне төңкерілген балғаның қаншауы орындалып тұрған? Міне 3-еу, 4-еу, 5-еу, міне орындалатын болса 6-ау. Бұл бізге уже сигналда өте күшті сигнал, бізге уже трендтің ауысуы. Егер мынау қазір төңкерілген балға болып бітетін болса, келесі патрон обязательно коррекция жүреді, басын қалдырады, жоғары қарай бір импульс жасап көреді. Сол импульсті біз ұстап аламыз. Қазір қараңыздар мұқият, мен көрсетем. Бұл жерде время экспирацияны қалай алуға болады? Мен өткен сабақта айтып өткенде, мені қараңыздар. Уровень сопротивлениеге жақындаған кезде сразу откат жасаған, осы откатты есептейміз. Бұл бір свечаның өмірінің соңы 5 минуттық свеча болып есептелінеді. Сол үшін, егер қазір мынау коррекция жасайтын болса, осы жерге дейін жасау керек, мені осы жерден ұстап аламыз. Қараңыздар. Бұл жерде қазір мына жерге қай уақытта жететінін білмеймін, бірақ сол уақытты келесі патронның өмірінің соңына дейінгі уақытты екеуін қосып бірақ аламыз. Қазір қарап отырыңыздар. Қазір осы жерге жетсін, менің мешкім тұрған жерге. Уже разворот басталып жатыр, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бірақ қазір бұл обязательно тағы бір келуі мүмкін. Келгеннің өзінде осы басының шегі бар ғой, осы жерден алып қалсақ та болады. 2 минут қалды, 2 минутқа 5-ті қосамыз, міне 7 минут болады. Время экспирацияны қалай алып жатқанын көріп тұрсыздар ғой. Жалпы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Күтеміз, асықпаңыздар. Главный асықпаңыздар ағайын. Асықпаған арбамен қоян алады дейді. Асықпау керек. Ағайын, осы жерден ала береміз ғой деймін, өйткені бұл патронның соңғы уақыттар келді. Қазір соңғы уақыттарында импульс болуы мүмкін. Сол үшін мен қалай істеймін? Келесі патронның, мына жердегі патрон орындалады, сол патроннан кейінгі патронның ортаңғы уақыты бар, жаңағы 2,5 минуты бар. Соны есептегенде 5, 7, 9 минутқа ала берсем болады осы жерден. Даже 8 минутқа.
Бірақ ол жердегі уже разворот басылып кетті. Шамалы күтеміз, қазір мына жерге дейін көтерілсе біз қағып аламыз. Разворот уже басталды. Міне 5 минуттық патронның соңғы секундтары болып жатыр. Осы жерде сатып алушылар мен сатушылардың таласы басталады. Күтеміз, асықпаймыз. Көтеріледі, қараңыздар. Вот, енді аламыз. Так, 4 минут қалсақ та жетеді. Даже 5 минутқа. Осы жерден 5 минутқа деп алдым. Қазір екінші колено болады. Міне қазір егер бұдан көтеріліп кететін болса, мына уровеньге қайтып жақындайтын болса, жаңа қойған ақшамыздың екі есеге көбейтіп қоя саламыз да. Болды. Мына жерде уже откат жасау керек. Өйткені қаншама молдтар орындалып тұр, көріп тұрсыздар. Бұның бәрі өзі сигналдар, бұның бәрі. Енді осы ставканың аяғын күтеміз. Міне ағайын жақындап келеді. Қазір жақындаған кезде аламыз. Дайындап қоямыз ставканы. Бұл жерде енді 5 минуттың өзі жетеді. Осы патронның өмірінің соңы 2 минут қосамыз. Жетті десек те болады, міне осы жерден алуға болады. Алдық. Міне көрдіңіздер ағайын, соңғы минуттарда әйтеуір стакымыздың біреу кірді. Міне 5 минуттық таймфреймді ашқанда қараңыздар. Көрдіңіздер ме? 1 минуттықты алдық. 1 минуттықты негізі қай кезде алады? 1 минутты запаспен алған кезде, мысалы, келесі патронның өмірінің соңына ориентир жасайтын болсаңыз, мысалы, соның өмірінің соңына дейін аласыз. Егер одан кейінгі патрон, мысалы, екі патрон ставка жасалынатын патрон ойнап тұр қазір. Одан кейін келесі, мысалы, мына патронды алсақ, одан кейін келесі патронның өмірінің соңы, одан кейінгі патронның өмірінің жартысына қосып аламыз. Алғанда қалай ситуацияға қарай аламыз да. Не үшін? Өйткені осы өмірінің жартысы, мысалы, бастапқысы алғашқы 1 минутында жаңағы сатушылар мен сатып алушылардың таласы болады да, осында жаңағындай. Сөйтіп осындай ситуацияларға ілініп қалуымыз мүмкін. Сол үшін осындай время экспирацияларды үйренуіңізді сұранамыз сізден. Мен осы время экспирацияны YouTube каналыма бар, кіріп көрсеңіз болады. Ол жерде де нақты түсіндірген болатынмын. Ал енді мынаның жабылғанын күтеміз. Ағайындар, видео үзіліп кетті, ренжімеңіздер. Осылай виртуальный ақшамен ойнап үйрене беріңіздер, бұл бірден келетін нәрсе емес ағайын. Әлі егер шынымен осы менікі осыны істеймін деп ойласаңыздар, әлі талай қиындықтар көресіздер.
Мен 2 жылдың ішінде біраз нәрсе көрдім. Оңай емес былай келгенде. Сол үшін осындай виртуальный ақшамен ойнаймыз, көреміз, опыт жинаймыз. Бәрі-бірден келе салмайды. Әйтеуір біреу болмаса біреу кіреді, сонымен тәжірибе аласыз. Ошибкаларыңызды жазып жүріңіздер. Естеріңізде болады да. Бұл жерде жаңағыдай дневник деген, күнделік деген арнау, бұл өте маңызды нәрсе. Соны арнаңыздар. Не деймін, сіздермен болған Крейдер. Келесі сабаққа дейін көріскенше.